Саламатсыздар ма? 5-ші сыныптың оқушылары, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өрнектерді ықшамдау. Енді өрнектерді ықшамдау үшін қосудың ауыстырымдылық және терімділік қасиеттерін, және көбейтудің ауыстырымдылық терімділік қасиеттерін, көбейтудің үлестірімділік қасиеттерін қолданады екенбіз. Қазір есептерін қарастырайық. Бірінші 91-ші есеп көбейтудің үлестірімділік қасиетін пайдаланып өрнекті ықшамдайды. Енді мына жерде екеуінде де 14 тұр. Енді көбейтудің үлестірімділік қасиеті бойынша былай жазуға болады. 14, бірінші деп қойын. 14 көбейтілген жақшаның ішінде 32 қосылған 68. Мына көбейтудің үлестірімділік қасиетімен тиімді есептейміз. Яғни 32-ге 68-ді қоссам 100 болады. Мынаны 100-ді 14 көбейтсем 1400 деген мән шығады. Ары қарай келесі екінші. Мынада 58, екеуінде де 58 жақшаның сыртына шығарам. Көбейтілген жақшаның ішінде 27 қосылған 73. Бұнда да жақшаның ішінде 100 шығады, сонда 5800 деген мән шығады екен. Келесі үшінші. Мынада ортақ бізде 25 деген сан. Сонда 25 көбейтілген жақшаның ішінде 83 азайтылған 73. Мынау азайтқанда 10 шығады, сонда 250 деген мән шығады. Келесі төртінші. Ортақ бізде 12. Жақшаның сыртына жазам. Көбейтілген жақшаның ішінде 94 азайтылған 44. 94-тен 44 азайтсам 50. 50-ді 12-ге көбейтсем 600 деген мән шығады. Келесі бесінші. Мұнда да сондай ортақ бізде 4. Жақшаның сыртында жақшаның ішінде 870 азайтылған 130. Енді мұнда дәл манағыдай 0 бар сан шықпайды, бірақ есептегенде 2960 деген сан шығады. Келесі алтыншы. 7 ортақ мына жерде. 7 жақшаның ішінде 1613 азайтылған 613. Енді мына екеуін азайтсам 1000 шығады, сонда 7000 деген мән шығады екен. Келесі қосудың қасиетін пайдаланып өрнекті ықшамдау. Енді мына жерде 9 бен 11-ді қоссақ 20 болады. 20 қосу А болады. Мына жерде 16-ға 4 қоссам 20 қосылған В болады. Келесі мына жерде 17 мен 23-ті қоссам 40 болады. 40 қосылған А болады. Мына екеуін қоссам 40 қосылған А болады. Келесі мына жерде мына екеуін қоссам 30 қосылған X болады. Мына екеуін қоссам 100 қосылған Y болады екен. 93-ші есеп көбейтудің қасиетін пайдаланып өрнекті ықшамдаңдар. Енді мына жерде астында үлгісі көрсетіліп тұр. Сол үлгісімен де жазуға болады, немесе мына жерде бірден есепті жазуға болады. Коэффициенттерін көбейтем. 4-5-ім 20 А, коэффициенті 20-ға тең. 3-8-ім 24 В, коэффициенті 24-ке тең. 2-5-ім 10-сы, коэффициенті 10-ға тең. 48 Y, коэффициенті 48, 8 40. X, коэффициенті 40-ға тең. 66 Z, коэффициенті 66-ға тең. 3-7 21, 21 9-ға өтем 189 А, коэффициенті 189. Мына жерде 60 240 В, коэффициенті 240, 230, коэффициенті 230-ға тең. Енді көбейтудің үлестірімділік қасиетін пайдаланып есепті өрнек құрастырыңдар, шығарыңдар. Жерде мәуленнің қояндарының аяқтары бастарынан 42-ге көп. Мәуленде неше қоян бар? Енді қоян жалпы барлық қояндарының санын X деп алатын болсақ, онда оның аяқтарының саны 4X болады. Себебі қоянда бізде 4 аяқ бар, қоянда 4 аяқ. 4 аяқ болатын болса, онда аяқтарының саны бізде 4X. Бүйтіп тұрып аяқтары бастарынан 42-ге көп. Жалпы бастары бізде енді қоян саны неше болса, бастары да сонша болады, сондықтан 4X-тен аяқтарының санынан бастарының санын азайтсам 42-ге тең болады деген сөз. Себебі аяқтары бастарынан 42-ге көп деп айтып тұр. Ары қарай мына жерде енді көбейтудің үлестірімділік қасиеті бойынша мына жерде X деп жазамда, жақшаның ішінде 4 азайтылған, мына коэффициенті 1-ге тең. Тең болады 42.
азайтқанда 3 болады. Сонда 3x тең 42 деген мән шығады. Енді осыдан x-ті табу үшін 42-ні 3-ге бөлеміз. Сонда x-тің мәні 14-ге тең. Сонымен жауабы нөлінде 14 қоян бар екен. Есептің шартымен тексеріп қарауға болады. Сонда 14 оның бастарының саны, аяқтарының саны табу үшін 14-ті 4-ге өтем 56, 56-дан 14 алсам 42 шығады екен. Келесі екіншісі аулада күшіктер ойнап жүр. Олардың құлақтары аяқтарынан 12-ке кем дейді. Енді жалпы күшіктердің саны бағанағыдай x деп алатын болсақ, оның аяқтарының саны 4x болады, құлақтарының саны құлақ екі құлағы бар, сондықтан 2x болады, тең болады 12-ке кем деп тұрған. Сондықтан 4x-тен 2x алсаң, бағанағыдай 2x қалады, тең болады 12, x тең болады 6. Сонда аулада 6 күшік жүр екен. Есептің жауабы болып табылады. Ары қарай келесі 95-ші есеп. Өрнекті ықшамдаңдар дейді. Бағанағы сияқты мынаны шақшаң ішіне жазып есептеуге болады, немесе бірден 5x деп жазуға болады. 5x қосам коэффициенттерін азайтам, мынада 4x. Мынада қосам 14x. Мынада азайтам, мынаның коэффициент 1-ге тең, сондықтан 6-тан 1 алам, 5y болады. Мына жерде мынау 10x болады, себебі коэффициент 1-ге тең, 3-ін қосқанда 10x. Мынада 10x болады, қосам азайтам. Мына жерде 9x қалады, мына жерде 7x қалады, y қалады. Ары қарай ортақ көш шықсын сыртына шығару керек. Біріншісі ортақ мынада 7. Олай болса 7-ні шықсын сыртына шығарам. Шақшаң ішінде a қосылған 3 болады. Келесі көбейтудің үйлесімділік қасиеті. 5 мынада ортақ, шақшаң ішінде 16 қосылған болады. Үшіншісінде 14 ортақ, шақшаң ішінде с азайтылған 3 болады. Келесі төртінші 8, шақшаң ішінде d азайтылған 5 болады. Келесі 5-ші. Бұнда енді ортақ 6 бар. Шақшаң ішінде a қосылған 3, қосылған b болады. Келесі 6-шысы 9 ортақ, шақшаң ішінде a қосылған b, азайтылған s болады екен. Ары қарай келесі 97-ші есеп. Есептің шығару өрнегін құрастырып, мәнін тап дейді. Раушан гүлінен 3 гүл шоғы және қалампыр гүлінен 5 гүл шоғы дайындалды. Ондағы әрбір гүл шоғында а гүлден бар, гүлінен дайындалған барлық гүл шоғында неше гүл бар дегенде жауабы 3а болады екен. Келесі қалампыр гүлінен дайындалған барлық гүл шоғында неше гүл бар, яғни 5а гүл бар болады. Енді екі гүл шоғында раушан гүлінен және қалампыр гүлінен дайындалған барлық гүл шоғында неше гүл бар екен табу үшін мынадай өрнек құрастырамыз. Яғни 3а мен 5аны қосамыз. Көбейтудің үйлесімділік қасиеті бойынша 3 пен 5-ті қосып, а-ны жақшаң сыртында қалдырамыз. Екеуін қосқанда 8-а. А-ның мәні 7-ге тең. Орнына қойғанда сонда 2 гүл шоғында 56 гүл бар екен. Келесі, мына өрнек осыған есеп шартын қарастыру керек дейді. Мұндағы 50 км/сағат автобустың жылдамдығы. Мен мынадай қылып қарастырып қойдым. Алдағы жеңіл машина мен автобус бір уақытта бір қаладан бір бағытта шықты. Жеңіл машинаның жылдамдығы 90 км/сағат, ал автобустың жылдамдығы 50 км/сағат. Олар т уақыттан кейін бір-бірінен қандай қашықтықта болады деген өрнекті мынадай қылып құрастырып қойдым. Ары қарай келесі 98-ші есеп. Өрнекті ықшамдап мәнін табыңдар. Енді бұны көбейтудің үйлестірілген қасиеті бойынша есепте екен. Мына жерде біріншісінде былай істеуге болады. Мысалы 7 қосылған 15 сыртында а, сонда 22а, а-ның орнына мәнін қоямыз. 22 көбейтілген 3 тең болады 66 болады. Келесі екінші. Мына жерде бірден қоса беруге болады. 23-ке 16-ны қоссам 39 болады. 39в. Енді орнына мән қоям. 39-ның көбейтілген 8 тең болады 312 деген мән шығады. Келесі үшінші 44-тен 18-ді аламын. Көбейтілген x.
44'тен 18'ді алсам 26, 26-ны көбейтем. 26x, енді x-тің орнына 5-ті қоям. 26-ны 5-ке көбейтсем 130. Келесі 4-ші. Мына жерде енді 14 қосылған 33, азайтылған 45, жақын сыртында y деп алсам, 14-ке 33 қоссам 47, 45-ті алсам 2y болады. Енді орнына қоям 17-ні 2-ге көбейтсем 34 шығады. Келесі 5-ші. 52, азайтылған 25, қосылған 45, жақын сыртында m тең болады. Есептеген екеуін азайтып қосқанда 72 шығады. m енді орнына қоям 72-ні 9-ға көбейтем. 72-ні 9-ға көбейтсем 648 шығады. Келесі 6-шы. 18 қосылған 34, азайтылған 22, жақын сыртында n. 18-ге 34 қосып 22-ні азайтқанда 30 шығады. 30n. Енді n-нің орнына 6-ны қоям, сонда 180 деген мән шығады екен. Ары қарай келесі 99-шы есеп. 4 үлкен қорапта және 6 кішкене қорапта барлығы 2 кг 100 грамм кәмпит бар. Кішкене қораптағы кәмпит үлкен қораптағыдан 2 есе жеңіл. Кіші қораптағы кәмпит неше грамм дейді. Енді мына жерде былай айнымалы енгізуге болады, теңдеу ретінде. Үлкен қораптағы 4 үлкен қорап деп тұр ғой. Үлкен қорапта x килограмм кәмпит бар деп алайық. Кәмпит және кіші қорапта y килограмм кәмпит бар. Енді ары қарай бізде есеп шарты бойынша 4 үлкен қорапта және 6 кішкене қорапта барлығы, мынаны енді граммға айналдырып жіберсем 2100 болады. 2100 грамм кәмпит бар. Енді мынаны жерде мына сөйлем бар, мына сөйлем. Кіші қораптағы кәмпит үлкен қораптағыдан 2 есе жеңіл. Мынау 2 есе жеңіл. Сондықтан мына жерде былай жазуға болады. X-ті y-ке бөлсем 2 шығады деп бөлмеде жазуға болады. Бұдан x-ті табу үшін, немесе мына былай жазайық. X бөлінген y-тен 2. Одан x-ті табу үшін, мына 2 мен y-ті көбейтем. 2y болады. Осыны алып барамын да, мына жердегі x-тің орнына қойсам, 4 көбейтілген 2y қосылған 6y тең болады 2100 шығады. Мына екеуі 8, 8-ге 6-ны қоссам 14y тең 2100. 2100-ді 14-ке бөлсем 150 грамм. Яғни y дегеніміз біз кіші қорапта, бізге сұрап тұрғанда сол кіші қорапта кәмпит неше грамм. Кіші қорапта кәмпит 150 грамм болады екен. Келесі 1-25 суретті пайдаланып есептің шартын құрастыр. Мына суретке қарап есептің шартын құрастыру керек. Шарты бойынша әріптеріне құрастырып мән табу керек. Енді мына жерге мен есептің несін шартын құрастырып қойдым. Қызылордадан Түркістанға дейін қашықтық, Түркістаннан Шымкентке дейін қашықтықтан 90 км артық. Қызылордадан Шымкентке дейін қашықтықты тап дейді. Енді мына жерде қашықтық пен мына қашықтық қоссам, барлығы қашықтық шығады бізде. Сондықтан оны жерде алардың коэффициенттері 1-ге тең. Сондықтан 1 мен 1-ді қоссам 2 болады, қосылған 90. Енді аның орнына 188-ді қойғанда өрнектің мәні 466-ға тең болады. Келесі 102-ші есеп. Тізбеде қызыл, көк, жасыл және сары шарлар бар. Ондағы көк шарлар қызыл шарлардан 2 есе артық, ал жасыл шарлар көк шарлардан 3 есе артық. Сары шарлар жасыл шарлардан 10 шарға кем. Егер тізбеде x қызыл шар болса, онда барлығы неше шар бар? Онда x тең 7 дейді. Енді бізде есеп шарты бойынша қызыл шарлар, x қызыл шар бар деп тұр ғой. X деп алсам, қалғандарын жазбаймын қазір. Көк, жасыл және сары. Жерде бедет есеп шартын, ондағы көк шарлар қызыл шарлардан 2 есе артық.
Қызылдан 2 есе артық болса 2х болады. Жасыл шарлар көк шарлардан 3 есе артық. Жасыл көктен 3 есе артық. Мынаны 3-ке көйтем, 6х болады. Сары шар жасыл шарлардан 10 шарға кем. Жасылдан 10-ға кем десе 6х азайтылған 10. Бізге тізбеде барлығы қанша шар екен табу керек, сондықтан барлығын бір-біріне қосам. Сонда мынадай әріп-төрнек шығады. Енді мына жерде мынаның алдында 1 тұр, ол жазылмайды. Мынаның алдына коэффициенттерін қосып шығайын. 12, 13, 14, 15х болады. Минус 10 деген әріп-төрнек шығады. Енді x-тің мәні 7-ге тең болатын болса, 15 көбейтілген 7 азайтылған 10 тең болады. Есептегенде 95, яғни тізбеде барлығы 95 шар бар екен. Ары қарай шаруа ат сатып алу үшін 15 центнер қара бидай сатса 80 рубль жетпейді. Ал 20 центнер қара бидай сатса 110 рубль артыққа шаруа сатып алатын ат неше рубль дейді. Енді бізге былай істейік. Қара бидай, мына сататын қара бидайдың бағасын x рубль деп алайық. X рубль. Бұлай болса, бұлай 15 центнер қара бидайың 15х болады. 15 центнер қара бидай сатса 80 рубль жетпей қалады десе қосам, мынау сонда аттың бағасы шығады. Сонда келесі екінші жағдайда 20 центнер қара бидай сатса, онда 110 рубль артық қалады дейді. Артық қалады десе 6 сем. Неге десең, мынау аттың бағасы, мынау да аттың бағасы бір-біріне теңестірем. Ары қарай енді мына жерде 80 тұра берсін. 110-ды қарама штабам жағына алып келем. Теңдіктің тең болады 20х азайтылған 15х. Мына екеуін қоссам 190 тең болады. Мына екі азайтсам 5х болады. X-ті табу үшін 190-ды 5-ке бөлем. 190-ды 5-ке бөлсем 38 шығады. 38 дегеніміз бізде бағанағы қара бидайдың бағасы. Бізге енді ат неше рубль тұрады дейді. Сондықтан мынау бізде мынауда аттың бағасы, мынауда аттың бағасы деп айтқан жобасында болса, 15-ті 38-ге көбейтіп, оған 80-ді қоссақ, бізде бағасы шығады аттың. Сонда 650. Мына жерге де қойсаң да сол мән шығады. Сонымен жауабы 650 рубль болады екен. Осымен есебіміз аяқталды. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.